Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Көптен бері каналыма жаңадан видеолар салынбай кетті. Бұның негізгі себебі сіздерге арнайы авторлық курсымды жасап шығардым. Соны сіздерге ұсынбақшымын. Бұл курс не туралы? Ең алғаш осы каналымды арнап, яғни қыз-келіншектердің денсаулығына, гинекологиялық мәселелеріне байланысты канал ашқан кезде ең алғаш тұсаукесері болған видео тақырыбы выделение, яғни выделение туралы арнайы курсымды жасап шығардым. Неге именно выделение? Себебі көптеген қыз-келіншектер приемда болсын, әлеуметтік желілерде және де көптеген кездесулерде өзімді гинеколог маман ретінде таныстырғанда ең бірінші қоятын сұрақтары, сауалдары осы выделение жайлы. 70-80% жағдайда осы выделение жайлы сұрайды. Сол сұрақтардың барлығына нақты әрі көлемді ретінде сіздерге толыққанды осы сұрақтарға жауап ретінде выделение тақырыбын таңдап алдым. Кімдер бұл марафонға қатысуға міндетті тиісті курсқа? Егер сізді көп мөлшерде выделение мазалайтын болса, және де ашу, қышу, күйдіру сезімі, яғни сізге дискомфорт, ыңғайсыздық сезімін тудырса, және де қалыпты жағдайда келетін выделениядан басқа түсті, яғни қызыл, жасыл, яғни мөлдір ақшыл сары түстен басқа кез келген түске ие выделение мазалайтын болса, және де оған қоса осы выделениемен жағымсыз, адам төзгісіз иістер, мысалы шіріген балықтың иісі тәрізді иіс болатын болса, және кіші дәретке барғанда ашу, күйдіру сезімі болатын болса, етеккірден тыс уақытта қанды бөліністер болатын болса, онда міндетті түрде сіз курсқа қатысу керексіз. Бұл курсқа кімдер қатысады? Қалыпты жағдайда мектеп жасында, яғни ең алғашқы етеккірі келген қыз баладан бастап, етеккірі тоқтағанға, яғни егде жастағы әйел кісілердің барлығында выделение болады. Выделение жоқ деген ол жалған ақпарат, яғни кез келген қыз-келіншектерде қалыпты жағдайда выделение болады. Бірақ қалыпты жағдай мен қандай да бір дерттің белгісі болып табылатын выделениені біз ажырата білуіміз керек. Себебі ол выделенияларды ажырата білмесек, ол дерт ұласып, ұлғайып, белгілі бір үлкен ауруды шақыруы мүмкін. Және де ол ауру созылмалы ағымға өтетін болса, сізбен өмір бақи сіздің серігіңіз, яғни көлеңкеңіз ретінде сіз одан ажырай алмай қалуыңыз мүмкін. Яғни үлкен сіздің денсаулығыңызға кемшіліктер, минустар алып келеді. Себебі ол выделение, мысалға суықтану, воспалительный процесстер және де гормондық өзгерістер, бұзылыстар кезінде пайда болуы мүмкін. Енді қараңыздар, егер гормондық бұзылыстар, суықтану процесстері болып жатса, онда болашақта сіздің бала көтеру қызметіңізге немесе етеккір қызметінің дұрыс келмеуіне әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан мектеп жасында қыз-келіншектер мен егде жастағы әйелдердің барлығына бұл курс қатысуға болады. Бұл курсқа қатысу арқылы сіз қандай мүмкіндіктерге, яғни қандай өзіңізге плюстар аласыз. Ең біріншіден сізді мазалаған выделение қалыпты мен дертті кезде выделениенің ара жігін ажырата білесіз, ажыратуды үйренесіздер. Одан кейін қай кезде дәрігерге қаралу керек, және дәрігердің кеңесіне, приемына барған кезде сіздер дәрігер сізге нақты қандай анализ жазу керек екенін, дұрыс анализ жазып жатыр ма, дұрыс тексерістер жасап жатыр ма, артық жаңағы анализдер жасап жатқан жоқ па, соны біліп отыратын боласыздар. Және дұрыс диагноз қойды ма, егер дұрыс емес диагноз қойды ма, жалпы ондай выделениеға байланысты диагноз қойыла ма, соны үйренесіздер. Және де ең бастысы дұрыс ем жасауды үйренетін боласыздар. Себебі қазіргі таңда осы выделениеға байланысты 70-ке жуық свеча таблеткалар бар, бірақ соның ішінде 5-7 ғана нақты дәл нәтиже көрсетеді. Ал қалғанның барлығы сіздің қалтаңызға түсудің бір жолы ғана. Және де кейбір кезде дәрігер мысалға сізге свеча дәрі жазып беріп жатады выделениеңізға байланысты. Ол свеча дәріні, яғни емді қабылдайсыз, бірақ белгілі уақыттан кейін қайтадан выделениеңіз пайда болады. Бұл дегеніміз сіз өзіңіздің қалыпты жағдайдағы выделениеңізді емдеуге тырысқансыз. Ал ол қанша емдесеңіз де, мен айтып кеттім ғой, выделение ол өмір бақи сізбен бірге болады қалыпты жағдайда, егер дұрыс выделение болатын болса. Сондықтан оны емдеудің қажеті жоқ. Ал бұл курсқа қатысу арқылы сіз сол дұрыс выделение ма, или дертті выделение ма, соны ажырата білетін боласыздар.
яғни сіздерді өзімнің курсымда күтетін боламын. Бұл курсқа қатысу арқылы сіздер өмірлік азық аласыздар. Себебі айттым ғой, мысалы мектеп жасындағы қыздар 20 жастағы, 30 жастағы қыз-келіншектер қатысатын болса, 50 жасқа дейін сіздің етеккіріңіз тоқтағанға дейін выделение келеді. Бірақ уақыт өте келе сіздің өмір салтыңызға байланысты ол выделениенің жаңағы характері, яғни сипаттамасы өзгеруі мүмкін, бір дерттің белгісі болуы мүмкін. Соны дер кезінде емдеп тастап отыру керек. Себебі дер кезінде емдемесеңіз, ол созылмалы ағымға өтіп кетуі мүмкін. Және де кез келген емнің емдеуден көрі оның алдын алған әлде қайда тиімді және де арзан тұрады. Егер бұл курсқа қатысаңыз, сол алдын алудың жолын үйренетін боласыздар. Және де дұрыс емді жүргізуді үйренесіздер. Бұл курсқа қатысаңыздар өкінбейсіздер, себебі мен сіздерге оған кепілдік беремін. Сондықтан сіздерді өзімнің арнайы курсымда күтетін боламын. Менің көрермендеріме, яғни каналыма жазылған кез келген менің құрметті, қадірменді көрермен үшін арнайы жеңілдіктерім бар. Толық ақпаратты төмендегі сілтемелерден ала аласыздар. Міндетті түрде қатысыңыздар. Себебі выделение айттым ғой, өміріңіздің соңына дейін болады. Сол өміріңіздің соңына дейін осы проблема туралы ақпаратты толыққанды алып алсаңыз, ешқандай қиналмай бұл мәселеде бас қатырмайтын боласыз. Яғни бір проблемаңыз шешілетін жол табасыз. Сіздерді өзімнің атаулы курсымда күтетін боламын. Рахмет, сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз сау болсын. Себебі кез келген қыз-келіншектің денсаулығы ол болашақ ұрпақтың денсаулығы.